Бүгін осындай қамыры ашытқысыз дайындалынатын пицца дайындайтын боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырын дайындап аламыз пиццамыздың. Ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып, үстінен майонез салып, кейіннен ұнымызды салып, жақсылап араластырып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Міне біздің қамырымыз дайын, қолға жабыспайтын, жұмсақ болып шығады. Қамырымызды холодильникке 15 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз пиццамыздың салмасын дайындаймыз. Пиязымызды төртбұрыштап, жіңішке қылып кубик қылдырып турап аламыз. Содан соң помидорымызды тура сондай қылып тураймыз. Қызып тұрған табамызға пиязымызды 1 минутта қуырып аламыз. Содан соң фаршымызды саламыз, содан соң помидорымызды салып қуырамыз. Қамырымызды 2 бөлікке бөліп, біріншісінен жақсылап дөңгелектеп жайып аламыз қамырымызды. Қамырымызды жайып біткеннен кейін ыдысымызға, формамызға салып, 1 қасық томат салып, қамырымыздың үстіне жайып шығамыз. Содан соң фаршымызды, етті салмамызды салып, пиццамызды қызып тұрған пешке 200 градуста 15-20 минут аралығында пісіріп аламыз. 15 минуттан кейін үстінен ірімшігімізді, яғни сырымызды салып, қайтадан 2-3 минутқа қойып қоямыз. Міне біздің пиццамыз дайын. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер. Мен екінші пиццаны 4 бұрышты қылдырып пісірдім. Яғни оған салмасына колбаса, сыр, помидор қостым. Дайындап көріңіздер.